ардагеріміздің қолына жаңа пәтердің кілтін тапсырмақпыз. Басым сынып барады. Долана қайнатып ішу керек. Долана деген көп емес пе? Кез келген жерге өскен емес, қардың астында қалған тау доланасы шипалы дейді. Бұл фильм 1957 жылы көгілдір экранға жол тартқан режиссер Мұрат Омаровтың Долана фильмінен үзінді болатын. Қазақ кино саласындағы бұл үздік туынды қандай шығарманың желісі бойынша түсірілген, сіз білесіз бе? Адамдар арасындағы адалдық пен жауыздық, тазалық пен алауыздық күресі бейнеленген бұл фильм жазушы Оразбек Сәрсенбаевтың «Ұйқың тыныш болсын» атты әңгімесінің желісінде түсірілген. Қазақ әдебиетінде көркем ойы мен көркем сөзіне олжа салған текті буынның көрнекті өкілі Оразбек Сәрсенбаев 1938 жылы 20 тамызда Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жаңа Тұрмыс ауылында дүниеге келген. Қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген жазушы Ақтоған 7 жылдық мектебін бітіріп, Шиелі ауданы орталығындағы нөмірі 45-ші қазақ орта мектебінде оқуын жалғастырады. 1962 жылы Казмудың филология факультетін бітіріп, 1964-1995 жылдар аралығында мектепте мұғалім. Жас Алаш газетінде, Жұлдыз журналында әдеби қызметкер, Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші, жазушы баспасының бас редакторы, өнер баспасының директоры сынды көптеген қызметтер атқарған. Бар ғұмырын жазушылыққа арнаған белгілі қаламгердің осы уақытқа дейін 20-дан астам кітабы жарық көріп, әлемнің 30-ға жуық тіліне аударылған.